Құймақтарды осылай ерекше әрі сәнді етіп жасаймыз. Ол үшін бізге әрине дұрыс рецепт қажет. Осылай жұлдызшалармен, әртүрлі эмоциялармен жасайтын боламыз. Балаларыңыз қызығып жейтіндей өте тамаша болып шығады. Ол үшін жылы сүтімізді ыдысымызға құйып аламыз. Және де қайнаған кішкене ыстықтау болып тұрған суымызды құямыз. Және де 2 дана жұмыртқа қосамыз. Сұйық майымызды қосып аламыз. Және де 2 ас қасық қант қосамыз. Қалауыңыз бойынша осылай ас содасын да қосамыз. Пайдалы рецепттер үшін маған жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар. Және де осылай 1 пиала ұнымызды салып араластырып аламыз. 2 пиала ұнымыздың жартысын салып бір араластырып аламыз. Және де 2 бөлігінде салып араластырамыз. Түйіршіктерін қалдырмай біркелкі етіп араластырып аламыз. Бізден осылай масса шығады. 2 ожауын бөлек ыдысымызға салып аламыз. Және де 2 ас қасық какао ұнтағын қосып араластырып аламыз. Бізге жұлдызшалар және әртүрлі эмоциялар жасау үшін қажет болады. 20 минутқа тындырып аламыз. Және де қызып тұрған табамызға құймақтарымызды біртіндеп пісіреміз. Және де арнайы кондитерлік қапшығына жаңағы ыдысымызды салып аламыз. Құймақтарымызды осылай пісіріп аламыз. Ал енді келесі жұлдызшаларды жасаймыз. Құйып болғаннан соң үстінен осы арнайы пішіндерімізді жасаймыз. Осылай әртүрлі эмоциялармен жасауға болады. Баршаңызға ас болсын, жасап көріңіздер.